Саламатсыздар ма балар? Қазақ тілі пәнінің 42-ші сабағы. Мәтін және оның түрлері. Балар, бұл сабақта мәтін түрлерін анықтаймыз. Қателерді табуды және түзеп жазуды үйренеміз. 19-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп түсініп оқы. Алуан бояу іріктеп алды. Асықпай Марат суретті салды. Үстелге жайып қағазды аппақ, сарымен сұлу жасады бақ-бақ. Қызылдан кірпіш қағазға толды. Зәулім үй келіп аулаға қонды. Шатырын әсем бояды көкпен. Жасылмен дуал жасады еппен. Өз орнын тапты әртүрлі бояу. Бәрінен шебер Мараттың бояу. Тұрсынхан Әбдірахман. Енді балар сұрақтарға жауап берейік. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Бұл сөздерді бірінің орнына бірін алмастырып қолдануға бола ма? Өлеңде қарамен жазылған екі сөз көріп тұрмыз, иә балар? Бірі алуан, бірі әртүрлі. Енді алуан, әртүрлі сөздерін алмастырып қолдануға бола ма? Дұрыс айтасыңдар балар. Алуан, әртүрлі сөздерін бір-бірін орын алмастырып қолдануға болады екен. Келесі тапсырма. Марат бояумен не істеді? Дұрыс айтасыңдар. Марат бояумен сурет салды. Ол қандай сурет салды? Тамаша. Ол зәулім үйдің суретін салды. Неліктен әртүрлі бояу өз орнын тапты? Дұрыс айтасыңдар. Әр суреттің бөлшектеріне сәйкес келді, иә балар? 20-ші жаттығу. Суреттерге қара. Оқушылар бұл заттарды дұрыс салыстыра алды ма? Олардың қателерін тауып, өз жауабыңды ұсын. Алма қызыл, ал қарбыз үлкен. Шарлардың түрі мен түстері әртүрлі. Шиелердің түрі мен түсі бірдей. Бір қасық үлкен, екіншісі темір. Ал енді балар, салыстырып көрейікші. Бірінші, алма кіші, қарбыз үлкен. Шиелердің түрі мен түсі бірдей. Бір қасық ағаш, екіншісі темір екен, е? Ал шарлардың түрі мен түстері әртүрлі екен. Балар, ережені есте сақтаймыз, мұқият тыңдаймыз. Сипаттауда заттың бірнеше белгісі, түсі мен түрі, көлемі көрсетіледі. Ал салыстыра сипаттауда заттардың ұқсастығы мен ерекшелігі, олардың нақты белгілері бойынша айтылады. Мысалы, алма қызыл, яр жасыл. Ал бізде шығармашылық үзіліс. 21-ші жаттығуға қараймыз. Сипаттау үшін өзіңе ұнайтын суретті таңда. Осы затты сипаттауға тырыс. Ол үшін сипаттау мәтінін бұл деп баста. Әрі қарай ол заттың негізгі белгілері, яғни түр-түсін, көлемін, қасиетін сипатта. Сол зат туралы өз ойыңды айт. Ал балар, асқабақты сипаттап көрейікші. Бұл асқабақ. Оның түсі сары, көлемі үлкен, түрі алмаға ұқсайды. Дәмі тәтті, әртүрлі тамаққа пайдаланады. Балар, дәптерге жазған кезде әдемі жазамыз, қатесі жазамыз. Азат жолдан жазамыз, сөйлем басталғанда азат жолдан жазамыз. Тыныс белгілерін тастамаймыз. Сөйлем аяқталғанда нүкте қоямыз. Балар. Келесі 22-ші жаттығу. Сендер сиқырлы қарындаш болатынын білесіңдер ме? Бұл қалай? Оның еш құпиясы жоқ. Елген пішіндерді сыныптағы заттарға айналдырып салып көріңдер. Ал балар, бізге 4 пішін берілген екен. Енді осы пішіндерді күнделікті көріп жүрген сыныптың ішіндегі заттарға айналдырып салып көрейікші. Бірінші пішін дөңгелек. Енді дөңгелекті неге айналдырып салуға болады? Дұрыс айтасыңдар, дөңгелекті глобусқа айналдырып салуға болады. Төртбұрышты ше? Төртбұрышты
тақтаға айналдырып салуға болады, иә? Сыныптың ішінде тақтамыз бар біздің. Ал трапецияны ше? Трапецияны гөлеге тығызысқа айналдырып салуға болады. Мынау төртбұрыш пішінді мұғалімнің жұмыс үстеліне айналдырып салуға болады екен. Жарайсыңдар балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.